Саламатсыздар ма? Так, мен бүгінгі тақырып жазып қойайын. Саламатсыздар ма? Так. Гаухар, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Так. Адамның психологке қаралу себептері туралы бүгін азғантай ақпарат беремін. Соның ішінде психотравма, блок установкалар, яғни бұлар бала кезден қалыптасады. Одан кейін тән аурулары, одан кейін өзін түсінбеушілік. Мына осы 4 нәрсе адамның психологке қаралуына міндетті түрде басты себеп болып табылады. Енді әрқайсысына жеке дара тоқталсақ, енді бұл біраз әңгіме болады, иә? Бүгін осының ішінде психотравма туралы түсінікті барлықтарыңызға да. Қазір мен кішкене мына эфирді өзіме аратып қояйын. Болды, иә? Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Адамның психология қаралу себептері, бірінші себеп психотравма дедік. Яғни бұл жан жарасы, көңіл қалу, ренжіту, сатқындық, көңілге, жүрекке дақ салады ғой. Із дейді, трещина дейді ғой, шрам сияқты да. Сонда бір трещина салады. Психотравма балалық кезден де болады, және ересек кезде де болады. Мысалы, ең жақын адамы бізді сатып кетеді, опастық жасайды деген сияқты, бұл психотравма салдарына кіреді. Келесі адамның психологке қаралу себептері, ол блок установкалар балалық кезден бастап пайда болады. Мына бейсана бөлмесі деген бізде 3 күндік онлайн терапия жүреді, соған қатысуға болады. Именно балалық кезде қалып қойған нанымдар, сенімдер бізге кедергі етеді екен. Мен осындай болмаймын, мен бүйтемін деген сияқты прям нанымдар біздің басымызда қалып қояды. Біз оны ұмытып кетеміз, мынандай жаңа қорғаулар саламыз, құттаймыз, біз уже өсіп кеттік, ал сол қорғаулар біздің табанымызға тікене құсап батып тұр. Кішкентай болдық ол кезде. Ал енді біз үлкенбіз, соның бәрі бізге қазір үлкен кедергілер жасап жатыр. Бұл балалық установкаларды біз біле бермейміз, тек қана именно психологтың несіне жеке қаралуына келіп, сол кезде ғана біле аламыз. Немесе күнделікті жұмыстанып, өзіміз іздену отыру арқылы, және өзімізді түсінген кезде ғана білеміз. Одан кейін тән аурулар болады. Келесі жағымсыз күй, ұйқысыздық, беспокойство, мазасыздық. Одан кейін жаңағыдай бір қысым болады, тұншығып жатамыз, дем жетпей жатады, түрлі бір тәнге қатысты тоже белгілер болып бастайды, именно психологке қаралуға да. Одан кейін өзектісі өзін түсінбеушілік. Міне бүгінгі тақырып, мен сол өзін түсінбеушілік туралы қозғағым келеді. Біз өзімізді толыққанды білгіміз келеді, бірақ где-то бір 20-30% білеміз, да? Көп болса бір 30%, көп болса 35%, но полностью білу мүмкін емес. Себебі психологияда тень деген бар. То есть психология тень деген бар. Яғни архетиппен жұмыс жасайды, біздің Юнг атамыз. Яғни адамның көлеңке тұстары деген сөз. Біз өзіміз көрмейтін көлеңке тұстарымыз туралы бүгін айтқым келеді. Біз өзімізді толық білмейміз. Біз өзімізді толық көрмейміз. Адам өзін көре алмайды, айнадан басқа жерде көре алмайды. Адам өзін толық ести алмайды. Сондықтан біз өзімізді түсінбейміз. Бүгінгі тақырып өзін түсінбеушілік. Именно осы нәрсе өзін түсінбеушілікте, саламатсыз ба? Именно өзін түсінбеушілікте адам өзін түсінбейді ғой, да? Не болып жатқан? Қиналамыз ғой, ешкім өзіне жағымсыз нәрсені тілеп алмайды. Ешқандай адам өзіне тілеп алмайды, да, жағымды болсын деп. Бірақ біздің именно түсінбеушілігіміз, біз бір жерде қалаймыз, бір жерде айтамыз, бір жерде ниет етеміз, но іс-әрекетте кейінге қалдырамыз.
да? Біз өзімізді састарана дейді, сырттан көріп бақыламаймыз не істеп жатқанымызды. Көрдіңіздер ғой? Именно психологтың ең бірінші мақсаты өзін түсінбеушілік, сол нәрсені көрсетуге алып келеді. Мен естіп жүр екенмін ғой деген сияқты. Көрдіңіздер ғой? Біз өзіміздің неғұрлым біз психологтен қашамыз, соғұрлым адамның өзін көруге әлі дайын емес, батыл емес, өзінің жағымсыз бойындағы тұстарын көруге әлі адам дайын емес деген сөз, да? Сәлематсыз ба былай? Адам өзі дайын емес деген сөз. Сондықтан қорқады. Біз өзіміз туралы жағымсыз сөз естігіміз келмейді. Өзіміз туралы жағымдыны көру тем более ауыр. Көрдіңіздер ғой, да? Сол себептен біз именно сол нәрсені адамға көрсетеміз, сол нәрсесін. Себебі ол түсінбей жүр ғой өзінің нәрсесін. Солай емес пе? Сол себептен мысалға клиенттердің арасында әртүрлі адамдар болады. Айтып отырады өздері одно, да? Бірақ біраздан кейін басқа нәрсе айтып отырады. Сондықтан біздер именно сол моменттегі өзінің шынайы келбеті және өзінің қабылдамай жүрген келбетін анықтауға біздер тырысамыз, да? Бізде Юнгте тен деп атайды оны. Именно сол үшін психологке келеді. Именно сол өзінің көлеңке тұстарын көру үшін келеді психологке, да? Кез келген адам. Мысалға айтады, менің дейді, неге қаражатым дейді, жетпейді постоянно дейді, ақша жақсы тауып жатырық, неге жетпейді? Демек, өзі байқаймай жүрген не тұстары бар? Жаңағы көлеңке тұстары бар, сол байқамай жүрген. Түсіндіңіз ғой, да? Адам соны білсе, ол өзі-ақ түзеп алып кетеді. Біздер қорқамыз, да? Қорқамыз да такой степен оны көруге, тіпті көр. Мысалға неге маған мысалға сеансқа келіп, маған сабақ оқуға келіп тұратын қыздар болады ғой, психологияны сабақ оқысы келеді, да? Олар білім алып кеткісі келеді, ақпараттар жинап алып кеткісі келеді, но бірақ өздерін іштей ашуға, психологқа ашуға дайын емес. Неге? Неге сонша қорқады? Мен бар ғой уже жанының жарасына әлі тиген жоқпын, жанының жарасына бүйтіп жақындап қалған кезде дір етіп жылап жүреді. Көрдіңіздер ғой, да? Уже қашқақтап бастайды, әңгімені ана жаққа бұрады, мына жаққа бұрады, понимаете, да? Уже тиіп кетуі қалды мен, да? Шынайы келбетін көруге қорқып бара жатыр адам до такой степени, да? Бірақ ол әдейі істемейді, әрине. Неосознанно жасайды адам, неосознанно. Потом уже шаршап кеттім дейді. Манағы бойыңыздағы көлеңкеден шаршап кеттіңіздер. Сізге бой бермейді. Қарсылықтық танытып отырған көлеңкеден. И оны жеңу үшін міндетті түрде соны көруге, ұмтылуға, соған қарауға, соны білуге ұмтылу керек. Адамның көлеңке тұстары деген айтасы, адамның көлеңке тұстары өзі байқамайтын нәрселер, адамның көлеңке тұстары. Мысалға, әртүрлі мысал мен қазір айтайын, адамның көлеңке тұстары. Мысалға, бәленшеге барады, маған көмектеші, маған сіздің көмегіңіз керек еді, дейді, ол адам көмектеседі. Понимаете? Сосын басқа біреуге бәленшеге бар, маған көмектеші дейді, ол көмектеседі. Сосын тағы бәленшеге бар, маған көмектеші, осындай жағдай дейді. Но почему-то ол адам басқа біреуге барады да, маған ешкім көмектеспейді, вообще мен бейшарамын дейді. На самом деле оған бірнеше адам көмектесті, и ол сол көмектерді алды, бірақ өзін байқап отырған жоқ, что адамдарды жаңағыдай ешкім көмектеспегендей қылып сөйлеп отырады. Вот. Понимаете, да? Мұны өзінің көлеңке тұсын байқамай отыр, что ол қаншама благодарность алды, қаншама жақсылық алды, да, байқамай отырады. Болмаса айтады, мен осындай жұмысқа барамын, мен келемін дейді, айтады, и ол адам постоянно кешігіп жүреді. Да? И егер жұмыста соны кешіккетін бетіне айтып қалса, ұрсып кетеді. Неге? Потому что оның ойынша ол кешіккен жоқ. Вот. Ол просто дұрыс түсінбеді, әңгімен тақырыпты басқаға айналдырады, сені кінәлі етіп шығарады. Лишь бы өзімнің қараңғы тұстарымды, жағымсыз тұстарым бойымда, лишь бы байқамауым керекпін. Түсіндіңіз? Сол үшін біздер постоянно айтам, мен шәкірттерім постоянно мін қабылдап үйреніңіздер. Біздер, мысалға, шәкірттер оқитын кезде постоянно критика айтамыз. Қабылдау дайын тұр. Қазір сен экзамен тапсырдың ғой, мен қазір саған критика айтам. Дайын тұр. Содан бізде уже оқып жүрген қыздар біледі, мен дайынмын, критик қабылдам келіп тұр, өскім келіп тұр дейді. Мен өзімнің мінімді көргім келіп тұр, кемшілігімді көргім келіп тұр дейді. Мен айтам,
Вот. Себебі оны не үшін айтам? Қазақта мынандай сөз бар. Мін айтылмай, сын айтылмай дейді. Мін айтылмай, сын түзелмейді дейді. Мін айтылу керек. Мін айтылмай, сын түзелмейді. Егер маған айтып тұрған кемшіліктерді мен байқамай, ода вообще көргенсіз да бірдемеші демейді, мен қашан өзгеремін? Понимаете, ол адам не үшін айтты? Менде, возможно, мен өзімді көре алмаймын, осы стороны ойлану керек, да? Көлеңке түстеріміз біз көп байқамаймыз. Бізде ондай адамдар болады, понимаете, да? Даже өзінің өтірік айтқандарын да байқамайды. Өзінің өтірік айтқандарын да байқамайды. Өтірік алдық кетеді. Не үшін айтып кетеді? Күшті бұл көріну үшін, да? А потом отырады. Неге менің өмірімде осындай жағымсыз нәрсе болады? Қай жерде қандай өтірік айттың? Адам өзің түсінбейді, мен не істеп жүрмін, түсінбейді, өзің не істеп жүрген өздері түсінбейді. Да? Олар уже баяғыда сол мәселені шешіп алатын уақыттары болды, но почему-то әлі жүр. Вот. Мен психологқа баратын жынды емеспін дейді, мысалға. Мысалға айтайын, келіншегіне ақша сұрай алмайды. Зарплатасын бәрін береді. Сосын барады да мамасынан сұрай алмайды зарплата. И сестренкасынан сұрай береді. Сестренкасынан еще алақан жайып сұрамайды. Тиісіп, батырып, қинатып сұрайды. Көрдіңіздер ғой? Қайтып сұрайды. Аны қайта-қайта береді, былай алып береді, сестренкасы былай алып береді, бірақ жеткізе алмай атасын, ағасы ренжітпеу үшін не істейді? Уже қарызға да сұрап берді. Ар жақтан қарыз сұрақ қысып атырған кезде, ол адам қайта-қайта уже ағасына ренжіскісі келмейді, неге мен ағам сөйтеді дейді. Ал ағасына айтса, аға мен күннен зарплата жым қарыздарын беріп атым деп, мен сізді постоянно осы да қазір бере алмай тұрмын деп айтау қорқады. Айтса ағасы, оны ең жаман адам болады. Бір сұрағанда неге маған ауыр сөз айтасың деп та. А оның мәселесі ол жерде емес қой. Өзінің тауып атыр ақша жақсылап, бірақ келіншегінен сұрай алмайды. Көрдіңіздер ғой да? Мәселе вообще басқа жақта. Ең соңында жертва болып жүреді жаңағы жігіт. Прям жертва, қиналып жүреді. Ақша тауып атыр, бірақ ұстай алмайды, көре алмайды. И күннен күнге уже көңілсіз, алатын нәрсесін ала алмайды, жалтақтап жүреді. Көрдіңіздер ғой да? Сосын арасында уже ішімдік ішіп қойып, стрессімді басайыншы дейді. Мәселе, на самом деле, ол өзі сұрай алмай тұр, понимаете? А ол егер ер адамда болса, демек ол әйел адамында да проблема бар. Неге олай істейді, да? Адамдар көбінесе біреуді манипуляция етеді, басқарады, контролировать етеді, бақылауда ұстайды. Ол үшін адам ренжиді, сөгеді, кінәлайды. Ана адам өзін кінәлі сезінген кезде менің дегенін жасайды. Понимаете, да? И сол тұстарын адамдар байқамайды өзінің бойындағы. Өзін түсінбеушілік деген байқамайды. Вот. Сосын айтады, мен деген неге болмай атыр, мен тұстарым неге болмай атыр. Ол өте, конечно, біз айтамыз осылай деп. Мысалға, маған приемға келетін адамдар, түрлі адамдар болады приемға келетін мысалға, да. Олар түсінбейді мысалға, ой, жалақы жетпейді, анау жетпейді, мынау жетпейді. Я говорю, а мен айтам да, қанша алады сіздің күйеуіңіз, да? 700 мың алады. Понимаете, ол не жетпейді деп тұр. 700 мың алады. Нормально, понимаете, да? Вот. И в конце ең соңында барлық мәселе өзінде екенін түсініп кетеді, понимаете, да? Просто ол адамның қанағаты жоқ адам екенін түсініп кетеді, да? Вот қанағаты болғаннан кейін уже ол шүкіршілікте болса, Алла бәрін берекетінде бәрін беріп бастайды. Ең бірінші нәрсе адам өзін түсінбейді. Біз өзімізді түсінуге ұмтылуымыз керек. Біз өзіміздің бойымызда кемшілікті көруге дайын болуымыз керекпіз. Кемшілікті естуге, білуге, или дұрыс емес жасап атырғанға қорқамыз. Қашанға дейін қорқа бересіңдер? Bir тіке батылдықпен қараңыздар. Көп болса жайсыз, бір апта жүрерсің, жайсыз бол, потому что бәрін қабылдау миға уақыт керек қой. И зато жаңа өмір бастайсыңдар. Понимаете, жаңа өмір бастайсыңдар. Вот. Себебі ол, мысалға, адам өзін білу керек, түсіну керек, понимаете? Сендердің бұна өмір сүріп жатырған өмірлеріңіз және шынайы өмір, ол екі түрлі өмір. Вот. Біз біріншіден ойымыздан туғызылған иллюзия, жалған өмір жасап аламыз, сонымен жүреміз. Екіншіден шынайы өмірді қалай бар, соны көрмейміз, потому что себебі өмір болғасын, оның қарасы, ағысы, сарысы бәрі бар.
да, бізде тек қана сарысы қызылы әдемі болсын да, тек қана қарасы болмаған, бірақ ол өмір болғандықтан барлық сферадан тұрады өмір болғасында. Вот сол барлық жағдайға бізді түтеп берген кезде, дайын болған кезде ғана біз қараны қарақ деп көреміз, ақты ақ деп көреміз, сарыны сары деп. Я, понимаете, да? Вот. Сондықтан біреудің бойынан кемшілік іздеп, біреудің бойынан мін іздеп генше, оны шәкәрім де айтып кетті, біз өзіміздің бойымыздан іздей берсек, біз тазарамыз, өзгереміз, өсеміз, білеміз. Вот. Қорқыныш, потому что қорқыныш түсінбейтін кезде пайда болады. Ол норма, понимаете, да? Қорқыныш кезге адам түсінбейтін. Вот түсінбейсің, ертең болашағың қандай болады? Алға қарай қозғалуға қорқамыз. Бірақ ешкім бұл өмірде көріп келемес, біліп алып жасайтын. Барлық жетістікке жететін адамдар, олар қалайды жақсы болған әрекет етіп жатыр. Ешкім біліп істеп жатырған жоқ бұлай өмірде, да? Абайдың сөз бар ғой, адам жүре біледі деп. Көре біз білеміз, жүре білеміз, да? Тула салып ешкім білген жоқ. Бәрі тула салып ақылды болып кеткен ештеңе жоқ. Қателестік, өмір сүрдік, білдік. Ең бірінші правило ол қателесуден қорықпау екен. Қателесуге дайын тұр. Әрбір қателік ол сендерді шындандыртады, мықты қылады. Білмейте, да? Әр қателік жасаған қаншама адамдарды алындаршы, да? Мен күнәһарларды айтпаймын. Адамды алдап, ала жібін аттап, просто қателік. Сен сахнаға шықтың, бір-екі сөзіңді ұмыт қалдың, онда тұра ештеңе жоқ, сен басы шықтың. Вот. Сен ән айттың, мысалға, да, сол кезде даусың діріліп кетті, мысалға, дұрыс айтпайсың, ну и что, сен шықтың. Вот. Басы қателесуден адам қорықпау керек. Бірінші мәселе қателесу. Сосын екінші нәрсе, жұрт мен туралы дұрыс ойламай қалады ма деген сияқты, да? Вот. Сондықтан біз жұрттың ыңғайынан шығамыз көбінесе, жұрттың ыңғайынан. Өзімізге не комфортны, не ыңғайлы біз істемейміз, жұрттың ойынан шығамыз. Ал мүмкін шықпай қалсаңдар, онда өмір сүрмей қалмайсыздар ғой. Солай емес пе? Жұрттың, халықтың ойы жаймендеп қалыптасады. Көшпен жүріп қалыптасады халықтың ойы. Вот. Сондықтан жер бетінде түрлі адамдар бар, түрлі мінез бар, түрлі жаңағындай не бар, халық бар былай қарап тұрған. Сол түрлі адамның өзіндік бір бойларында өзіндік ұнататын нәрселері бар, өзіндік ұнатпайтын нәрселері бар. Біз барлығын бойынан шыға бере алмаймыз, үйтсе жарыламыз бізден, өмір сүрмей-ақ қояйық онда былай қарап тұрған кезде. Сондықтан бұл жерде біз өзіміздің жүрегімізбен, түйсігімізбен, инстинкт дейді, жүректің дауысы дейді, мысалы, жүректің даусымен ғана жетеміз. Жүректің дауысы ол ешқашан бізді алдамайды. Бойымыздағы өзіміздің қателіктерімізді күнде көріп отырайық. Мысалға, мен алғаш рет неге частный практикаға шықтым ғой, алғаш рет. Частный практика шыққанда мен постоянно частный практикада маған мысалы алғыс айтып кетеді ғой клиенттер, мен постоянно бүгін қандай қателік жасадым. Понимаете? Мен күшті болып қалсам өспей қалам ғой, болдым ол күштімін ғой. Понимаете? Мынандай ұмыт кеткем, келесті тағандай қателік, мынандай екен, тағандай қателік, мынандай екен, понимаете, да? Ол қателіктер мен уже білген сайын мен келесте уже оны жасамаймын. Вот. Сондықтан постоянно өзімізді біз дамытып отыруымыз керекпіз. Егер мен супер, мен тамаша, мен бойымда дым қателік жоқ дейтін болсақ, біз өспейміз, ешқашан өспейміз. Сондықтан өзін түсінбейміз, себебі біздің өзіміздің бойымыздан кемшілік іздемейміз. Кемшілікті іздеу деген өзімізді кеміріп, өзіміздің настроениемізді түсіп жатуда емес. Өзіміздің бойымызда кемшілікті білдік қой, мынандай бар екен ғой. А зато келесте бүйтемін енді, понимаете, да? Келесте бүйтемін. Өзімізді кінәлауда емес. Понимаете, адамның өзіне келетін нәрсесі тек қана өзіне ғана келеді. Біз өзімізге адал болуымыз керекпіз. Өзімізге адал деген сөз, мысалға, айттың ба сен, осындай жерге барамын деп, жаса. Жасай алмайсың ба? Да? Онда уәде берме. Мынандай кітапты оқып шығамын деп алдың сол кітапты, бірақ сол кітапты оқуға әлі қолың тимей 2-3 жыл өтіп кетті ма, да? Құнтта да алда оқы. Бізде интенсивтің қыздарына біздер құнттайтын шаура беріп ат. Не үшін? Себебі мына жерімде мен міндеттімін деген бір ой қалды. Мен міндеттімін. Білмейте, да? Мен міндеттім деген ой қалды.
баяғыда альбомдарды шығару, ана кітапты оқып шығу деген сияқты, сүрелерді жаттау деген сияқты қыздарда қалды. Бастайды қалып қояды. Вот сол қалған міндеттіліктерді прям қыздарға бердік қой біз интенсивте, да? И соларды жазып, нелер ұмытып қалды менің міндеттілігімде. И обязательно соның қасына дата қойып жасап тастау, да? Себебі қазіргі таңда маған жиі хабарласатын, именно қарыз жағдайында хабарласады. Қарызым көбейіп кетті, қарызды қалай берсем, қалай дейді. Себебі сіз өзіңізге не істегенсіз? Қарыз просто келмейді, сіз міндеттісіз, понимаете, да? Сондықтан бірінші өзіңіздің алдында міндеттіліктерді аяқтаңыз. Вот. Ал ол екіншісі міндеттілік уже біздер сабақта ғана, кейін қаржы проблемасында ғана айтамыз. Өзінің алдындағы міндеттілікті аяқтауымыз керек біз. Түсіндіңіздер ғой? Мысалға қыздар келеді, бүйтеді, менде осындай жағдай дейді, мен шошынып оянам, ұйқысыздық, аяқ қолым дірілдейді, демім жетпей қалады, өйстіп жүргенім уже 2 жыл болып кетті деп, да, уже мазам кетті, жүдеп кеттім дейді, да. Мен айтам, келе ғой осындай сабаққа, осындай курсқа, осындай сеансқа келе ғой деймін. Иә дейді, көрдіңіздер ғой, да, иә дейді, но келмейді. Көрдіңіздер ма? Мен ауырмай кім ауырады? Вот. Сосын бара алмады, жағдайым қиын болып жатыр дейді. Әй, сен мына жаққа келе алмасаң, сен ішіндегі мана өзінің кемшілігіңді көруге, оны түзетуге сен қайдан шамаң келеді? Былай қарап тұрыңыз. И ладно, Айгүл, как всегда, жаны ашып кетеді да, и телефонна осындай жасай қойшы деп тапсырма бере қоямын, чтобы облегчение болсын. И оны да жасамайды, бүйтеді. Еще дейді, көмектесіңіз, апа, тез көмектесіңіз, апа, қиналатын, жан шығып баратыр дейді. Понимаете? Жан шығып баратан жоқ ол. Просто мынандай нәрсені, ол мынандай қылып не істеп жатыр? Иллюзия. Понимаете? Иллюзия деген нәрсе не? Иллюзия деген нәрсе. Біз кішкентаймыз ғой, құттақандай болдық қой, да? И біз қорыққан кезде, бала кезіміз қорқынышымыз мынандай үлкен қорқынышты болып көрінді. А қазір просто қараса, ол қорқынышты емес, правильно, да? Сол сияқты иллюзия ғой, ол иллюзия, понимаете, да? Оно увеличивается прям. И манағы сезім увеличивать етіліп кетеді. Ол қандай адамдар? Олар әлі жаны піспеген, олар әлі қиналмаған, понимаете, өмірде. Құтты үф деген желге дір ете қалады. Үф дегенге дір әлі дайын емес, понимаете, да? Ол дайындана мен берген техниканы жасап та алады, баяда соғып кетеді, понимаете, да? Вот. Бердім, ол жасаған жоқ. И жылап жүр. Одан кейінде 3 ай өтті, 6 ай өтті, әлі жылап жүр. Оған кім кінәлі? Понимаете, ол өзін түсінгісі келмейді. Неліктен ода осындай жағдай болып жатқанын? Неліктен? Ұмтылыс жоқ. Ауызбен айтады, ал өзі істемейді. Сондықтан адамның көлеңке тұстары осы. Яғни өзін байқап жүрген жоқ, не істеп жүргенін. Вот. Сосын көзіне шел басты деп те айтады, мысалы, өзі не істеп не қойып жүрген жоқ. Өзінің бұл да көлеңке тұстары. Адамның өзінің бойында көлеңке тұстары болады. Вот. Осы көлеңкі тұстарды міндетті түрде жұмыстану керек. Сосын қазіргі таңда сексуалды мәдениеттілікті тоже дамыту керек біздің, да? Өте тоже тақырып, өте сексуалдық тақырыпты дамыту керек. Мысалға, ондай жыныстық қатынаста, мысалға, бармайды, но фантазиясымен барады тоже. Знаешь, іштегі өзінің бір какой-то қалауы, или өзінің бір бөлшегі, көлеңкесі жатыр деген сөз. Именно сол көлеңкемен жұмыс жасау керек. Сол көлеңке бір күн педофил болып кетуі мүмкін. Понимаете, да? Именно сол көлеңке бірдеме істеу жүру мүмкін. Сосын қыздар айтатын, бар, мен естідім ондайды. Мен вообще деген бар ғой. Мен білем, ұрлаған жаман дейді, ұрлаған жаман. Бірақ қатты қызықсам, өзім ұстай алмай ұрлап кетемін дейді. Ол уже өзінің көлеңке тұсын байқап тұр. Да? Сол көлеңке тұсы, ұрлап кететін көлеңке тұсы, неліктен солай жасап жатыр, именно соны шешу керек. Себебі ол бара-бара жақсылыққа апармайды. Сондықтан нәпсімді тыю, иманды күшейту деген, именно сол көлеңке тұстар бізге жағымсыз ететін, біздің көлеңке тұстар. Адам туралы жаман ойламаймын, болмайды. Аллах разылығы үшін жақсы ойлауым керекпін, жақсы болуым керекпін деп айтамыз. Но почему-то ойлап қоямыз. Это біздің көлеңке тұстарымыз, понимаете? Біздің көлеңке тұстарымыз неге ол прям нуждается, прям айтып қоюға, бізге бағынба айтып қоюға. Это есть көлеңке тұстар. Психолог сіздермен бе сіздің көлеңке тұстарыңызбен жұмыс жасайды.
Понимаете? Сіз соны әкеліп келіп тұрсыз ғой, мына деп бүйтіп пакетке салып әкеліп келіп тұрсыз, міне осындай нәрсе бар деп та. Понимаете? И давайте көмектесіңіз, бірге жұмыс жасаймыз. Вот. Психолог та именно сол көлеңке тұстарын жұмыс жасайды. Сондықтан өзін түсінбеушілік көбінесе адамның өзі не істеп жүргенін өзі аңғару керек. Мен қыздарға күнделік жазып жүріңіздер деп айтатын себебі сондықтан. Көлеңке тұстарын жазып жүріңіздер. Мысалға маған бір приемға бір қыз келді, атын ештеңе айтпай ақ қояйын, анонимді болып қалады. Просто сізге именно көлеңке тұстар туралы түсініктеме беру үшін да, ол бүйтеді. Маған айтады, сеанс біткеннен кейін да. Күшті болып қалдым, енді осы мәселені түсіндім, мен ары қарай маған терең жұмыстану керек деді. Иә дедім. Сосын айтты, жеке сеансқа келейін ба, или топтық терапияға келейін ба, қайсы жақсы болады екен деп енді кеңесіп жатыр ғой. Сосын мен айттым, жарда жазылып тұрған, мынаның бағасы осындай, мынаның бағасы осындай, саған қайсыңға жекеде жүре бересің бе, әлде кішкене бағанды арзандатам деп топта қатыса бересің бе, бірақ екеуде нәтиже просто топта болғасын арзандау болады дедім. Ана суммаға қарап тұрды да, өзі былай деп айтты. Жоқ, маған керек емес деп өзі айтты. Сосын мен айттым, саған керек емес дейсің ба дедім. Маған тұрды да бажбамен, кім айтты маған керек емес деп, маған керек деді. Понимаете? Өзі екі сөйлеп тұрған, өзі байқап тұрған жоқ. Да, өзі екі сөйлеп тұрған, байқап тұрған жоқ. Сосын тұрдым да, маған керек деді. Сосын мен айттым, енді керек болса жазылшы дедім. Сосын тұрды да, ақшам жоқ деді. Сосын тұрдым, ақшаң жоқ па дедім. Тұрды, жоқ, кім айтты, ақшам бар. Понимаете? Яғни ол адам мен сізде өзімен өзі ұрсып жүре беретін адам ғой, өзі ішкі әлемінде өзімен ұрсып, өзінің көңіл толмай жүретін адам. Сол көлеңке тұсы оның да, именно оның көлеңке тұсы. Сондықтан сол көлеңке тұсын адамдар өзінің бойында көрмегендіктен, оны не істейді көлеңке тұсын? Біреудің бойынан іздейді екен көлеңке тұстарын адамдар, бейсаналық тұрғыда. Сен не маған өтірік айтайын деп тұрсың ба дейді. Себебі өзі где-то что-то өтірік айтады. Көлеңке тұсы оның. Да? Сен бүгін маған алдайын деп тұрсың ба, сен маған ұрсайын деп тұрсың ба, понимаете, да, ол адам өзіндегі бар нәрсені өзгеден көреді. Біз өзіміздің көлеңке тұсымызды көре алмаймыз, бірақ өзгенің бойынан соларды почему-то сезіп тұрамыз. Вот, именно көлеңке тұсты тазалағанда кезде, жуған кезде, жанартқан кезде, жойған кезде көлеңке тұсы емес, кәдімгідей көлеңке деп подсознательно жатқан проблемалары ғой, былай қарап тұрғанда, сол бетіне қарап шыққан кезде ол көлеңке болмайды. Ол сіздің бір часть бөлшегіңіз болады, және сіздің жақсы тұстарыңыздың бірі болады. Енді осы адамның өзін түсінбеушілігіне сол өзі байқамай жүрген нәрселер, өзі байқамай жүреді, ұрсып жүреді, кесіп жүреді, түсінбеушілік жасап жүреді. Түсіндіңіздер ғой? Біздің именно мақсатымыз сол нәрсені мен жұмыс жасау, ең басты көлеңке тұс. Теневая сторона, теневой конфликт деп аталады оны, да? Психологтар теневой конфликт деп аталады. Вот тенде көлеңкемізде болып жатқан конфликттер біз оны байқамаймыз, но почему-то өзіміздің айналамызда адамдармен ұрсып жүреміз да, бізді бәрі ренжіте беретін сияқты. На самом деле біз ішкі конфликт, ішіміздегі болып жатырған конфликттер болып жатырған. Вот. Біз оны байқамаймыз. Сосын орыста мынандай сөз бар. Внешний мир дейді, внешний сыртқы әлем дейді, отражение внутреннего мира дейді. Сенің сыртқы әлемің дейді, ішкі әлемінің бейнесі дейді. Сыртқы әлемің ұнамаса, ішкі әлемді жөндеп ал. Вот. Сыртқы әлемінде жанжал болып жатса, постоянно көңіл толмай, ішкі жан-дүниеңде татулық, мейірімділік болса, сыртқы әлемінде сондай болады. Вот. Сыртқы әлемінде мысалға сенен қайтады қысып жатқан кредит ақша болып жатса, яғни ішкі әлемінде сен өзіңді не істеп жүрсің? Қалай айтсам болады, өзіне керек құқығыңды ала алмайсың, и бәріне тиістім дейсің. А тиісті осы сыртқы әлемді кімге боламыз? Міндетті кімге боламыз да? Беруші кімге боламыз? Ішкі әлемде біз өзімізді берушімін, бәріне берушімін. Вот сыртқы әлемде біз притягиваем в свою жизнь именно кредиторларды, банк сферасын, сұраушыларды, и олар бізге маза бермейді. И іштегі сценарий сыртқа қарай шығады да өз рөлін ойнап бастайды. Так, намаз оқып келедім, өткізіп алдым дейді.
Вот, сондықтан тастамаңыздар бастаған істеріңізді, болмайды ол өте нәрсе. Біз өзімізді алдауды доғаруымыз керекпіз. Өзін түсінбеушіліктің, жаңағы айтайын деп өзімізді шынайы көруге қорқамыз ғой да. Өзімізді доғаруымыз керек. Алдауды, өзімізге сатқындық жасауды, өзімізге немқұрайлы қарауды, да, бір далада жатқан бір бич құсап өзімізге немқұрайлы қарауға бәрібір ғой, құрсыншы деген сияқты. Да, мысалға да, мен Назерке болсам, құрсыншы, мен Назеркемін, құрсыншы, осы Назерке тамақ ішті ма, ұйықтады ма, құрсын жұрттардың көңілдерін қарап бәрін көтеріп, осы Назерке де маған надоел болды, көргім келмейді. Назерке ешқандай вкусы жоқ, өзімен өзі жүреді, осы Назерке вообще естігім келеді, вообще безвкусица, алға ұмтылмайды, арман жоқ. Құрсыншы, ол бір айтады, екі айтады, қояды, и все. И мен Назерке сөйтіп жүретін болсам, конечно, содан кейін мен өзімнің бойымда не болып жатырғанын өзімді байқай алмаймын. Бар энергиям бәрін, айналада адамдардың бәрін не құсап, жаңағыдай айтқандағындай ұлық қылып көтерем айналадағы адамдардың бәрін, сіздер үшін, көңілдері үшін, мейірімдерің үшін деп. Ал өзім мен Назеркені, пошла ана, көзіме көрінбейсінші, кім ол? Сосын Назерке біреу ұрсы-ұрсытса, ренжіп қалам, ештен етпейді Назерке. Главное, сіз ренжімесеңіз, Назеркені сіздің алдыңызға жығып берем, понимаете, да? И вот сол кезде біздің өзіміздің бағалауымыз түседі біріншіден. Екіншіден, біздің ішкі рухымыз айтады, не айтып тұрсың маған дейді. Сен не айтып тұрсың дейді. Сен мен жігерімнің бәрін түсірдің дейді. Еще ты хочешь, чтобы мен саған энергия, стимул бердім. Мана сенің жақындарына көмектесуге мен саған стимул бердім. Мен саған бермеймін дейді. И сол кезде адам түсінбей бастайды, энергиясы жоғалып бастайды. Не болып кетті маған? Мен жақындарым айналама уже күш энергия бере алмай қалдым. Понимаете, да? Біз түсінбейміз. Вот. Потому что біз өзімізді түсінбейміз. Вот өзімізді түсінбеушілік именно адамның психологқа қаралуының ең бірінші себебі. Неден болып жатыр да? Біз түсінбейміз. Қаржы болсын, мәселе болсын, алға ұмтылу болсын, біз түсінбейміз. Не істеп жатырмыз? Түсінбейміз. Вроде біз жасап жатырмыз, но бірақ біз бәрін дұрыс жасап жатырмыз, дұрыс емес жасап жатырмыз. Қай жерде не істеп жатыр, біз түсінбейміз. Психолог ол құрал, ол айна. Сені тыңдайды, сосын саған айна қояды алдына айна қояды. Осы айнаға қарайсың, өзіңді көрсің. Понимаете? Шошып кетеміз, я. Дайын болу керек. Между прочим, дайын болу керек, я. Масқара. Мен сонда өтірікшін ба? Вроде мен өтірік айтам деп ойлаған жоқ. Сонда мен ойнап қалжыңдап та айтып жүрмін, ол да өтірік екен ғой. Понимаете? Дайын болыңыздар. Сіз соны көрген кезде ғана сіздер өзгересіңдер. Келес жасамайсыңдар, ұялғаннан жасамайсыңдар, понимаете? Вот. Қазақта сөз бар, адамды ұрып тәрбиелеме, ұялтып тәрбиеле, ұялтып. Вот. Сіз өзінен ұялсаңыз істемейсіңдер ол келесте ол қылықты. Вот. Біз шына біздің психологтың құралғысы именно соны көрсету. Понимаете, да? Өзіне көрсетеміз. Біз ешкімді сөкпейміз. Біз өз клиенттерімді кінәлауға, дауыс көтеріп жегуге біз хақымыз жоқ. Бәріміз Алланың алдында бірдей пендеміз. Ол да мен сияқты жан. Ол да мен психолог болсам, ол мүмкін бір жерде бухгалтер, ол да маман, ол да ана, ол да әке, ол да адам. Да? Ол келсе просто маманға келдім деп, мен маман ретінде ғана көмегімді беруім керекпін. Сол себепте бұл жерде адам өзін түсінбей жүрген нәрселерін бәрін түсіне бастайды. Я басында өздері келеді психологке, келгеннен кейін айтады, менде, между прочим, дейді, өзі келіп отыр. Бір жігіт сеансқа келіп отыр, психотравмасы бар, депрессиядан келіп отыр, ол бүйтіп айтады, бұрын мен болдым осы жерде дейді. Мен айтамын, сіз менде болған жоқ, басқа психологте болдым дейді. Видать, менің зданиема дейін басқа психолог жұмыс жасаған ғой. Бірақ ол кісі менің бойымдаған аша алмады дейді. Есіме түсіп отыр дейді, осы здания дейді. Мен екінші рет келіп отырмын дейді. Енді сұрайсыз, оны қандай мәселемен келдің десем. Автоматически өтірік айтып отыр. Былай сұрадым, өтірік айтып отыр. Оған не күн туды дейсіз? Көрдіңіздер ғой, өтірік айтуға. Себебі іштегі жара ауыр қатты. Көрдіңіздер ғой, травмасы ауыр. Менің алдымдағы бір орыс психолог аша алмаған.
содан кейін кетіп қалған, содан бір жылдан қайтып келіп отыр да, енді жаны қиналғасын келіп отыр ғой, енді қиналғасын, енді соның жарасын мен де аша алмасам, ол кетіп қалды, өзі де әлі келмей тұр көлеңке тұсына, өзі де әлі келмей тұр көлеңке тұсына да. Содан кейін не кәдімгіде бір бұрышқа тығылған баладай ішіндегі бәрі ақтарылып шығарған кезде манағы көлеңке тұсы ашылды, көрдіңіздер ғой да. И сол кезде бастап ашылған тұсты біз уже емдеп бастадық. Үлкен травма болды сол кезде. Вот. Так, мен өте ұйықтап кеткен адам сияқты, миымды жұмыстауға өзімді аяйтын сияқтымын дейді. Балалық кездегі состояние ғой, біз өзіміз бала сияқты кішкентаймын ғой, әлі болады ғой, әлі сөйтеміз. Мысалға менде болды бір келіншек, жасы 49-да. Енді тұрмысқа жай шыққан ғой, енді ол келіншек. Оны әңгіме қылып сөгуге мен хақым жоқ. Жалпы енді тұрмыста жолы болмады, келіншектің бөпелі болмады да, қиын болды. Содан кейін ажырасып кетті 49-да. Понимаете, да? И мен маған жағдайын бәрін айтқан, не істеймін деген кезде мен айттым, мен сізге білесіз ба, тездетіп сеанстар алуыңыз керек, жасыңыз 49-да деп сөйтедім да, енді жағдайдың бәрін жасап. Үлгерем ғой, айналайын, бір 5-10 жылдан кейін келермін, я күйеуге шығып бөпелі болғым келетін кезде дейді. Естіп отырсыздар ма? Жас 49-да ғой, 50-де бөпелі болайын деп, 55-те 60-да бөпелі болайын деп тұр ма? Понимаете, да? До такой степени өзін көлеңке тұсын байқамай тұр да, до такой степени ол жаңағыдай нет, әлі жаспын деп тұр. Әлі жаспын деп тұр. Жасы 49-да әлі жаспын деп тұр. Мен түсінемін, 30-да, 35-те болса екен, бір 20-25-те болса екен дейді да, апа 35-ке дейін келем ғой дейтіндей. Мен ананың жағдайын қиналып тұрмын, мына жағдайдан кейін тез шығып кетсін екен деп та, вот понимаете, да, ол я келем ғой дейді. И менің сөзімді басқаша қабылдап тұр. Келем дейді, 5-10 жылдан кейін келем ғой дейді, жақсы жігіт тауып үйленіп дейді, бөпелі болғым келетін кезде дейді. Да, вот. Ол мұндай жағдайда міндетті түрде өзірс күтіп тұрмайын да айтайын деп отырған. Неғұрлым тез несесен, соғұрлым өздеріңізге жақсы болады. Менде жалқаулық өте басым, одан қалай арылуға болады? Смотри, қандай жалқаулық. Мүмкін шаршап жүрген шығарсыз. Жалқаулықтың да адам пайдасы бар. Мүмкін қатты шаршап жүрсіз. Бізде мысалға болады, тынбай жұмыс жасаған адамдар болады, 5 жыл, 10 жыл, 15 жылдап. Енді үлкен сатыға көтеріліп отырған кезде бір жалқаулық басып жатқысы келетін жағдайлар болады. Себебі адам қатты моралдық энергиядан, физически қатты шаршады, бір қайтадан восстановление сил дейді ғой, сондай керек болады. Сол үшін дұрыстап демалу керек болады. Просто үйде жатып жата беру емес, бір дұрыстап демалу керек. Оздоровительный центр сияқты, таңертең прогулка, свежий воздух, завтрак, сосын витаминдер, ойын жаттығулары деген сияқты, сосын ми демалысы деген сияқты көп демалыстар керек болады. Ал енді я үйтіп демалып болдым, бірақ енді алдында деген мақсаттарым бар, шараларым бар, бір істейін десем кері тартпа энергия болатын болса, онда бұған кедергі тұрған, манағы айтып кеткен психологтың адамға қарау блок установка, балық кезде тұрып тұрған установка, бір жібермей тұрған да. Ол көп екен, оказывается, установка. Себебі ол әр адамда әр түрлі болады установка. Бала кезде өзіне қойып алады да. Мен бетпеймін, мен сөйтпеймін деген сияқты. Бізде мысалы тренингтерде, мысалы біз орыстармен бірге де қатыстық, мысалы орыстарды ішімдік көп ішеді ғой, мысалы да. Сол кезде әке-шешем ішетін кезде мен қатты жиіркеніп, қатты 8 жасында ма, 9 жасында мен ешқашан қолыма рюмка алмайтындай боламын деп айтқаным есіме түсті. Балық кезде өзіме сондай уәде бергенмін дейді. Яғни балық кезде берген уәденің бәрі установка болып қалады екен. Уәде. Көрсетемін деген уәде де установка болып қалады екен. Біз оны ұмытып кетеміз, бірақ әркімге көрсете береді екенбіз. Почему-то қырсыға береді екенбіз, ерегісе береді екенбіз. Түсініп тұрмыз, что это дұрыс емес екен, бірақ қоя алмаймыз. Вот. Балық кездегі өзімізге беріп қойған уәделер. Так. Көңіліңіз толмаса, значит, какой-то психотравма бар, сізде шешілмей жүрген психотравма. Вот. Біздер көбінесе осы психотравма дейміз, жан жарақаты, тән жарақаты, эмоционалдық боль, күйзеліс мысалға да, оның бәрі бізді жаңағы энергиямызды
көтермей тұрады бойымызды. Вроде бәрін істеп жатырмыз, и ештеңе қызықтырмайды. Алла тағала айтқан білмегендеріңді білім иелерінен сұран деген. Иә, рахмет. Так, осы менің бойымда жалқаулық өте басым болып кетті. 2 жылдай болды, соны әлі түсінбей келемін. Аха, 2 жылдай бойында безгісіз шаршаймын. Так, это надо рассмотреть. Неге мен даусым жай естіліп жатыр дейді. Так. Жалқаулық өте басым болса, значит, сол жерде не тұр? Қатты стресстен алған эмоционалдық не бар? Эмоционалдық көңіл күй түскен. Ол біріншіден, білесіз ба, қатты реніш болуы мүмкін, көңіл қалуы болуы мүмкін, қатты ызаланғаныңыздан болуы мүмкін, либо шоковое состояние болуы мүмкін. Мен енді сізді білмеймін ғой, сізбен жекеде. Мен просто предполагать етем, осылар болуы мүмкін. Осының ішінен өзіңізге қайсы жақынырақ келеді, алыңыз. Обида, реніш, прям этот не, эмоционалды шок жағдайы, прям стресстерден туған, немесе ашу, ыза, да, ішіңізді кернеген, но бірақ шықпай қалды. Осы жағдайлар болуы мүмкін. Именно сіздің осы 2 жыл осы жалқау болмай жүруіңізге дейін сондай бір жағдайлар болды, жағдаяттар болды. Қандай жағдай бір стресстер болды ма? Ойланыңыз, анализ жасаңыз, жазыңыз, өзіңізді түсінуге тырысыңыз, неден болды, қалай болды деген сияқты. Тыңдаңыз, денеңізді тыңдаңыз, клеткаңызды тыңдаңыз, деміңіздің дыбысын тыңдаңыз, кәдімгі терең дем алады. Ешқашан өзіңізден қорықпаңыз. Көп адамдар өз-өзінен қорқады екен. Өз-өзінен қорқады. Адам өз-өзінен қорыққанда қайдан бақытты болады? Өз-өзінен қорқады. Айнасы, ойбай, әзірейге келіп кетті деп қашып бара жатса, бірдеңе сөйлейін ба, топасымен бірдеңе істейді. Конечно, мен ешқашан өзіме сенімді болмаймын. Адам өз-өзінен қорқады екен, понимаете, өз-өзіне. Неліктен өзін танымайды, түсінбейді өзін. Сондықтан өздеріңізді тануға, өздеріңізге қолдау болуға, өздеріңіз айтатын кезде айтқызуға, жеткізуге жаймендеп үйретіңіздер. Ештен кеш жақса, әлі де кеш емес, ештеңе кеш емес. Білесіздер ма, ештеңе кеш емес. Біреулер құрсыншы ұялмай 45-ке келіп, енді біреуге бірдеме айтып, сіздің бейсанаңызға бәрібір сіз 40-тасыз ба, 50-десіз ба, 60-тасыз ба, адамның жаны бір, адамның тәні бір. Сол себептен бақытты болғың келсе, шаттыққа толғың келсе, пожалуйста, айтамыз. Мен адамдардың бәрін өзім сияқты көруші едім, олай емес екен, менде неге деген сұрақ көп болады. Адамдарды ешқашан өзің сияқты көруге болмайды. Адамдарға мүмкіндік беріңіз, әртүрлі болуға, қалай бар солай болуға мүмкіндік беріңіздер. Мен постоянно айтамын, адамдар, мысалға бірнеше фигураларға саяқшы адамдарды, мына әлем дейік, мысалға ойындар ойнатып түсіндіргім келеді, мен көбінесе лекциядан көріп. Мысалы, мен 3 бұрышты фигура боламын, мысалы, мен мамам деген жаңағыдай тоже 3 бұрышты, енді мамамның бөлшегімнен алдым ғой, да. Сосын бір бұрыштар бар, мысалы 4 бұрышты, но әлемде мысалы дөңгелек, 6 бұрышты, 5 бұрышты фигуралар, мен солардың бәрін солай қабылдаймын. Мен өзім сияқты 3 бұрышты болу керек деп қабылдай алмаймын әлем адамдардың бәрін. Ол дегенім, ол эгоистік. Мен сияқты болуың керексіңдер дейді. Жоқ. Әр адамға қателесуге, давайте, хорошо. Әр адамға қателесуге әрқашан мүмкіндік беріңіздер, мүмкіндік берің. Ол идеалды емес, понимаете, да? Сіз Құдай емессіңдер. Алла тағала өз пендесін өзі жаратты, өзі кешіреді, өзі түзейді. Жоқтан қателесті ме, пенде ғой, ештен етпес қателесті. Мен де бір күн қателесіп қолымда тұрған не бар деген сияқты. Салмағаны Алла алдында күнәһар болмасақ болды да, жаңағыда айтқандай, адам алдап, ала жібін аттап деген сияқты да, жауыздық жасап істемесек, бұлай енді өйтіп жаңағыдай не істеуге болмайды. Адамдар қателесуге, дұрыс айтпай қалуға, дұрыс сөйлемей қалуға, жаңағыдай жазған кезде дұрыс жазбай қалуға мүмкіндік, еркіндік беріңіз. Бір сөзбен айтқанда еркіндік беріңіз адамға. Сондай ол адам сенің қасында еркін сезінсе, сізге алғыстарын айтады. Сізді бастан көрсе құшақтағысы келіп тұрады, сізді көрген сайын сағынып тұрады, сіз жоқ болсаңыз, сіздің қасыңыз еркін. Ол адам еркіндік болса, ол адам келесі адамға сондай еркіндік жасай алады. Біздер сөйтіп қана бірімізге ғана көмектесе аламыз. Ал біріміз сөге беретін болса, ол біреуге де айтуға қорқады, ол мені де сөге еткізеді, мені де түсінбейді деп. Біріміздің жарамызды бек тырнай бергенше,
қабылдаңдар, просто қабылдаңдар адамдарды, қалай бар солай қабылдаңдар. Мысалға, мен постоянно айтамын, жаңа бір келіншек, ол айтады да, қаншама қарызға батып кеттім, күйеуім деген ақша таппайды, іштен істемейді, ойын автоматта құртады, жалғыз мен кредит төлеймін, 2 жер жұмыс жасаймын, еще 6 баламен жүгіріп жүремін, өте шаршаймын дейді да. Ай, ақша деген сенің жолдасың ғой, біздің қазақта не дейді, байың қайда дейді, бай, жолдасың ғой, мужчина, деньги это мужчина, понимаете? И мен айтам ғой, неге күйеуіне ренжи бересің? Сен ақшаға да ренжігенмен бірде, понимаете, ол ешқашан келмейді ғой. Вот. Кешірмеймін мен оны дейді, понимаете? Кешірме сен өмірінде балаларың қиналады, сен сосын отбасың бақытты болмайсың. Ну и что дейді, еще қараңыздар, мана көлеңке түсі ғой, байқап тұрған жоқ. Вот. Мен айтам, сосын сен қиналасың ғой, мен ақшамы 2 жер жұмыс жасадым, берекетсіз болып жатырсың. Понимаете, да? Вот сондай адамдарда өзінің көлеңке тұстарын айтып тұрсын да, ол естімейді, байқамай. Сондықтан біздер ондай көлеңке түсті адамдарға айтпаймыз. Себебі оны біз емес, үйінде жеңгелері, аналары бәрі айтып жатқан шығар, сыртынан бүйтіп қоймай жүргендер өз білгеніміз дейді. Сондықтан біздер айна көрсетеміз, міндетті өзін көретіндей айна. Бізде специальный техникалар бар, айна жасаймыз, өзін көретін кезде, я тағай дейтіндей, понимаете, да? И адам сөйтіп қана өзгереді. Вот. Бүгінгі тақырыпқа байланысты мен уақытым аяқталып қалды. Өкінішке орай тағы да ұзақ уақыт болса Инстаграмда отыратын едім. Уақыт шектеулі Инстаграмның. Бүгінгі тақырыпқа өзін түсінбеушілікке алып келетін кедергілер туралы бүгінге осымен аяқтадым. Тағы да бір эфир болып жатса шығамын. Өздеріңізге қажетті нәрселер алып бірдеңелер түсінсеңіз өте қуаныштымын. Егер маған айтатындарыңыз болса, мен тыңдаймын. Так, бүгінгі адамдардың көбісінің өзінің көлеңке тұстарын қалай байқамай жүр. Рахмет, қыздар. Көлеңке тұстар бүгін түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Балықтан ертең бейсенбі күні очередке жазылып қойдым. Сол күні барғанда осындай сұрақтар бола ма? Әрине болады. Рахмет барлықтарыңызға. Енді психология деген сондай бір кең нәрсе, оның үстіне ол бір ғылыми тұрғыдағы нәрсе, оны бір әдемілеп жеткізгіміз келеді. Сол үшін мысалдап, былай да жаңағыдай қылып айтып жатамыз, оны бір сөзбен бет жете қою деген қиын нәрсе ғой. Сол себептен көбінесе мысалдар айтамын мен өйстіп жеткізу үшін да. Енді бүгінгі сабақта сізге сіңімді болсын, қорытынды болсын деп айтамын барлықтарыңызға. Эфир 2 күн сақталады, содан кейін, по-моему, алып тастаймын. Себебі бетінде шығып кетеді, менің немді бұзып кетеді, страницамның бәрін. Барлықтарыңызға көп рахмет. Қалған осы эфирді қалғандарын сіз YouTube парақшадан көре аласыңдар, сол жаққа қойып қоямын. Сау саламатты болайық, аман болайық.